Кезінде осы фильмді кішкентай балаларға көрсетпейтін. Бұл әлемдік киноиндустриядағы ең алғашқы қорқынышты фильм. 1896 жылы Жорж Мельес түсірген. Ал мынау бүгінгінің ужастигі. Бала түгіл еңгезердей азаматтың өзі бұндай фильмнен кейін бірнеше күн ұйықтай алмауы мүмкін. Қазір енді жалпы интернетке кіретін болсақ, интернетте толып жатыр ғой, неше түрлісі. Өз басым қатты қорықтым «Паранормальное явление» фильмін көргеннен кейін. Бірнеше сериясын көрдім. Қанша қорыққан жағдайдың өзінде де жалпы фильмнің өзі қызық. Бұның барлығы кітапты көп оқып кеткен қиялы режиссерлардың фантазиясы ма, әлде көзге көрінбейтін тылсым дүниелердің бары рас па? Түсін атқан жоқпын. Аппақ адамды көріп тұрған жоқсың ба? Қана, мені тұрғы қалай көрмейсің, мен көріп тұрмын ғой. Мына жерде ма? Ары тұр, көрші. Ой! Бесполезно. Ары жүр, ары жүр. Былай жүрсің, ары жүрсің, былай жүр. Ой, көрінбейді ғой, көзге елестеп атқан жоқ, былай жақтасын. Қорықпағасы ғой, пісімілі десеңіз кетеді. Везде есть, скажем, везде написано в каждом писании, святом, да, написаны хорошие вещи, учащие человека одному и тому же, но и говорится, что есть душа. Если есть душа, значит есть потусторонний мир, значит есть барабашки, есть другое измерение. Мәселен, ғаламторды кезіп жүрген мына видеоны көргенде бар дейсің тылсым күш. Әйтпесе судың бетінде батып кетпей қалай тұр? Қалай судың бетімен жүріп бара жатыр мына адам? Жағадағылар да аң-таң, экранның бергі шетінде отырып біз де түсіне алар емеспіз. Алайда бұл бос иллюзия екен. Көзді алдау. Мына сиқыршы көрсетті, ол фокустың қалай жасалатын. Судың астына арнайы қондырғы орнатылады, желеткіштің көмегімен судың бетінде толқындар ойнайды, камералар ыңғайлы етіп орналастырылады. Сыртынан қарағанда расында бұл адам әулие дерсің, суға батпайтын. Бұндай иллюзионистер шетелде көп. Бізде жалғыз еді. Көрерменін әрқашан тамсандырған Алтынай. Сахнада Алтынай таңғажайып шоу. Санаулы секунд ішінде сахнада киім ауыстырып үлгеретін Алтынайға сахна сыртында секундтар серік болмады, сатып кетті. Қара күзден моншақтап жасағады ақ қағазға, тамшы болып тамады жүректегі, жазады кім жараны. Күйеуге шығып сәби сүйсем деген арманын Алтынай қыз алысқа ақша бұлттардың арғы жағына өзімен бірге ала кетті. Жалпы, шынымды айтайын, мен соншама сондай нәрселерге сенбеймін. Я абсолютно не верю во всякого рода такие вещи. Бәлкімнің алғашқы концерті бүгін қазір сұраймыз. Жоғарыдағы лампочкалар сынды, мысалға. Ырымға сенбейтін адамды мен өзі кездестірген жоқпын көзім. Қазір соңғы кезде тіпті ырымшыл болып алдық. Енді қазақтың ырымы көп қой негізі. Ырым дегеннің де кей кез тылсым дүниелермен байланысы бар ма деп қаласың. Қазақ ырым етеді, ырымы қырын кетеді деген сөз бар. Ырым мен тыйым деген бар. Екеуін шатастырмау керек. Мектептен келдім, анашым. Келсең есті керме балашым. Тамақ жасап атым, үйде сықырма балам, болмайды. Неге ма? Берің таянба. Қойсын ашым. Қолыңды қосырма. Екерден бекер жылама, тізеңді құшақтама. Не деген бәлем мынау, аяғыңды көкке көтерме. Анашым қаным ішіп бітті ғой, мен кеттім. Қайда? Әжетханаға. Қыбыла қарап отырма. Жаңағы үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды деген нәрсенің көбісі ырым емес, ол тыйым. Болмайды, неге десең жаман болады дейді қазақ. Ол басқа сөз жоқ. Үйтуге болмайды, не болады, жаман болады.
дейді. Мынадай ырымды ұстанам, сонда жолым болады дейді кей замандастарымыз. Бұл құбылысты ғылыми тілмен түсіндірер болсақ, адам бір нәрсеге қатты сенгенде, оның миындағы ойлар биоэнергетикалық кеңістік арқылы міндетті түрде жүзеге асады. Ондайға сенбеймін, бірақ кей кезде ырымға сенетіндей бар. Мысалы, үйден шығып кеткеннен кейін бірдеңе ұмытып қалсаң, қайтып келмейді. Сондай сияқты айна қарап, аса сене бермеймін, бірақ өмір өзі сол сендіріп тастады ғой. Говорят, везде не повезет, если черный как дорогу перейдет. Содан өтіп бара жатсам, мысық өтіп бара жатса, сенбеймін, бірақ на всякий случай тимеймін ұстаса. Кім біледі, бірдеңе ондайға асақ, сондай да. Біз солай деп айтамыз. Шын мәнінде ырымға сенетін халық көп. Мәселен, көршілес ресейліктерді алайық. Мария Шарапова турнирге бір апта қалғанда сары түсті дүниелерден аулақ жүруге тырысады. Бұл түс сәттілік әкелмейді деп сенеді. 90 жылдары хит болған Наташа Королеваның осы әннен кейін жігіттер сүйіктілеріне сары түсті гүлдерді сыйламайтын болды. Жаман ырым деп есептелінеді. Жоқ, мен өзім ырымға сенбейтін адаммын, шыны керек. Біз концерттің алдында жалпы қандай бір бастама болса, бисмиллахир-рахманир-рахим деп бәріміз бата беріп, сол жерден бір Аллаға сыйынып шығып кетеміз. Ондай бір ырым жасап, тирегіштіреп, не болмаса бірдеңені оқып, олай болмайды. Сценарий егер жерге түсіп кетсе, оған 3 рет отырасыз сценарийге. Бұл енді театрдан келе жатқан бір ырым. Біреулер айтады екен, біреулер бар екен, мен осы нәскиді кисем, жақсы әзілдеймін, алдында қара нәски киіп едім, басқа бір түрлі болып қалды деген сияқты нәрселер болады. Мысалға, айта кететін болсақ, жаңылыс болса, егер есімде қалғаны, Өтчайна поворот, қалтасында кішкентай кезім шеге салып шығатын. Оның шешесінің ырымы сол болған. Мен домбырамды бермейтін едім, алдымнан кесіп өтпеңіз деген бір болды бізде ақындардың ішінде. Ренжімеш, мен осындай сондай өзім адамым бар деген сияқты. Әлі чемпиондықты өзгеге бермей келе жатқан Евгений Плющенко мысалы, турнир басталар алдында бір рет қырнады екенде, сайыс аяқталғанша ол ұстарасын қозғамайды. Сенетін адамдар көп қой, бірақ жеке өз басым сенбеймін. Сенбеймін деп айтқанымызбен жауапты сәттерде кейбіріміз жансыз дүниелерден көмек болады деп үміттенеміз. Өз-өзімді қолымда ұстай алмай келетін кездер болады. Сондай кездерде мен қалтамда кішкентай скрипка бар. Сол скрипканы қолыма аламын да, ұстаймын, сахнаға шығатын кезге дейін. Және де шыққаннан кейін сол скрипканы қалтаға салып, өзімді өзім бос сезінемін. Суперстарға шыққан кезім болған. Ондай бір батырлардың қолтаңбасы екен, ол қазіргі кезге дейін сақталған екен. 12 батырдың қолтаңбасы дейді, ішінде Қабанбай батырымыз да бар, Бөгенбай батырымыз да бар. Соның қалтамы бүктеп, төсіме салып шыққаным бар. Соған сеніп, мен қолдайтын шығар осы аруақтар деген оймен шықты. Емшілерге барды өзімше, сондай кездер болған, бірақ ешқайсысы көмектескен жоқ. Біреуге оқиды, анау жолыңды ашып береді деп айтатын, ойды көрейік дейтін сен бала кезде шын, бірақ енді шын ес біле келе ондай нәрсеге сеніп көрмеппін. Ел аузында бағдарламасын барлығы күшті деп жатыр. Сол кезде бір қиналым қырап қалам. Сол кезде барып, жаңағыдай міндетті түрде шомылып, жуынып алып. Түнде бір кезде оянып қалдым да, көзімді ашып жоғары қарасам, бір адам тұрған сияқты. Мейлінше көбірек жалғыз қалмауға тырысам. Жансыз дүниелердің немесе қандайда бір әрекеттердің сәттілік әкеледі дегеніне мүлдем сенбейтін, мән бермейтіндер бар. Я абсолютно не верю во всякого рода такие вещи. Если вы точно знаете, что вы на светлой стороне этого мира, то с вами все будет хорошо. Менде ешқандай шындығында адам жоқ. Кім көрінген домбырасымен шыға берем, өзім де бере берем. Қазақша киім сұраса да бере саламын. Я стараюсь в это не верить. Просто сама жизнь сама по себе удивительна. И, честно говоря, не до мистики. Больше себе, так скажем, доверяем внутреннему состоянию души, наверное, и никогда не применяли всякие талисманы и так далее. Это не по нам. Почему-то вот так. Айқынның алғашқы концерті бүгін қазір сұраймыз. Айқыннан сұраймыз. Қазір Айқынның қандай сахнаға шығар алдында, қандай қулықтар қолданады? Қалай, прям сахнаға шығар? Қалталарында бірдеңе бар шығар, білмеймін. Олар бір сап қойған қалтама, орамал сап қойған, өткен сахнаға шыққанда өте қатты терлейді. Терлегенде
термеге былай ағады, бұлыс шайтып, сондықтан салфетка алып, сүртем. Мен шынымды айтсам, тіпті сол сахнаға шығатын кезде ешқандай ырым сондайларды ойлайтын уақыт болмайды. Өйткені тек халық кірді ма, отырды ма, отырып болды ма, бүкіл жаңағы театрдың жаңағы жетекшісі болғаннан кейін сол жағын ойлап тұрасың да, жаңағы свет берілді ма, звук дұрыс па, анау костюм кидің ба, сен неғып тұрсың, шашың дұрыс жасайсың, аяқ киім дұрыс жасайсың, тұрған кезде бірінші уж қоңырау басталады, бір кезде сахна ашылып жатады, сахнаға сол қалпында шығып кетесің да. Ел алдында жүрген әйел азаматтар үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды деген ырымдардан гөрі көбіне көп аксессуарларға ерекше мән береді. Потому что мне очень нравится носить такие украшения. Я оны жақсы көретін, ол бала кезгі менің әдетім, жылтырақ дүние, қыз балаға тән, қыздың көзі қызылда дейді. Себеп әрине әдемілік, үйлесімділік, стиль. Байқасаңыз, менің гардеробымда көбінесе қара түсті киімдер. Қара түсті мен өте жақсы көрем. Ерекше ашық көрсету керек қой. Ол жағынан енді маған аксессуарларға көп көңіл бөлуге тура келеді. Бірден сіздердің көзіңізге түсіп атқаны сол да болар. Онымен қоса қорғанудың да бір тәсілі. Мақпал апайымыз айтады, сен сахнаға шыққан кезде мен әдейі тағып шығамын да жылтыраған заттарды. Неге сен тақпайсың деп маған бір концертте айтқан. Осындай әртүрлі әшекейлерді тағынудың әр жақ астарында сол тіл көз, елдің көзі, назары осы жалт-жұлт еткен дүниелерге түсінші деген ниетпен осы көйлегімізге де көбінесе тас тігіп, әбзелдеп жататын жағдайымыз көп болады. Стараюсь яркие какие-то элементы, аксессуары носить, которые больше, наверное, отвлекают, наверное, от внимания, там, от внешнего облика. Но все, весь негатив, чтобы падал на какие-то яркие элементы. Больше ничего такого не делаю. Ни чеснока не ношу, ни фигу не держу. Қазақта өзі екі ағару дейді ғой, біреу суық тию, біреу көз тию. Көз тиюден сақтайды деп қыз келіншектер қызылды, жасылды жылтыраққа жүгінеді. Одан бөлек қара магия деген бар. Дұға тіл көз дейтін бар нәрсе ғой. Ол бар, Құранда да айтылған бар екендігі, сондықтан оған мен сенемін. Ресейлік әнші Авраам Руссо өзінің бір жанкүйері сыйлаған жұмсақ ойыншық туралы және онымен байланысты келеңсіз жайттарды әлі үреймен еске алады. Естественно, сцену я взял и поцеловал вот девушку, я не знаю, кто она была. Әншінің жұбайы дегбірсіздене бастайды. Әдетте, әйел адамдар ондайға қатты мән береді ғой. Ойыншықтың парша-паршасын шығарып, жыртып, ішінен табады. Надписи, бумаги завернуты. Потом пепель сожгли в игрушечку. Көптің алдында көп жүретін жандар жақсы біледі. Ол любой жерде жаңағы кішкене жұрттың алдында жүргеннен кейін әр жерге бір жерге барып келемін ғой, мысалы тойға барған кезде уже тіл көзден басым айналып үйде ауыр жататын күндерім болады да. Ондайға сенеміз. Көз аларлық деп айтатын нәрсе болғандықтан жүзік тағып шыққан кездер болған, сол жүзіктердің көздері сынған кездер болған. Голливуд жұлдызы Том Круз да көз тиіп кетеді деп қорқады. Түсірілім алаңында адамдардың қадала қараған көзқарастарын жақтырмайды. Жұмыс барысы кезінде бұл жігітке 2 секундтан артық қарауға тыйым салынған. Бір іс-шарадан кейін бірдеңемен бәрі сарқылып кеткендей болды. Сол кезде бір қиналым қарап қалам. Сол кезде барып, жаңағыдай міндетті түрде шомылып, жуынып алып, содан кейін барып бір көңілге келемін. Дуа дегенді мен білмеймін, о жағын ойлағым да келмейді, бірақ тіл көз бар дегенге сенемін. Үлкен көпшілік орталарда концерт берген кезде алқан болады, болмаса шашыма тағатын бір түйреуіштер болады, солардың бір сынып кеткен жағдайлары болған. Көзге көрінбейтін, алайда адамның бойындағы күшін сорып алатын тылсым күш бар дегенге көз ашық жандардың біразы бүгінде сенеді. Себебі әжемнен үйренген кішкене тәрбием бар да, ондайға мен сенемін қатты. Сенеді, өйткені талай рет түсініксіз құбылыстардың куәгері болған. Мынандай бір жағдай болған, мені жолдасым халықтың алдына көп шығады, сол кезде тағатын галстугының арт жағына мен түйреуіш тағып бергем. Содан бір жиналысқа барып келген кезде жаңағы түйреуіші, сенесіз ба білмеймін, түйреуіш ортасынан қақ бөлінген ғой. Сенесіз ба? Мына жеріме бірдеңке кіріп тұр, бірақ сөйлеп жатырмын жиналыста бәрін не қылғаннан кейін қарасам дейді, ішіне қарай түйреуіш сынып, ішіне қарай терісіне кірген ғой. Гүлнұр Оразымбетова өзінің депутатын осылай қорғап жүреді. Ал Қарақаттың қандай қулықтары бар? Не дегенмен Қыдырәлі мырза Ағылшын королевасының арнайы сыйлығын алды, Ұлытау тобын әлемдік аренаға шығарды, ұлттық үлгідегі қуыршақтарды шығарды, отандық шоу-бизнесте әжептәуір авторитет, қызға қарайтын, қызғана қарайтын адамның көп болуы ғажап емес. Қалай қорғайды қосағын Қарақат? Жалпы Қыдырдың өзінің табиғатында бос емес. Кейбір адам сияқты маған тіл көз тию мүмкін. Ол айтады, мен тіл көз алмайды дейді. Мен одан жоғарымын, мен одан биікпін дейді.
жоғарыдағы лампочкалар сынды. Мысалға, бізге айтады, өмірі сынбаған лампочкалар сіздер сахнаға шыққанда сынды дейді. Ондай көз өтіп кету болады. Өзім балаларымда болады, кейде бір ауырып қалған жағдай болған кезде дене қызуы түспей қоятын жағдай болады да. Сен қанша мықты дәрілермен емдесең де, мен сондай кезде өзімнің аталарым, әжелерім бар, шақырып аламын да, алыстатып баланы. Бірден дене қызуы түседі. Сенесіз бе? Ол енді атам қазақтың баяғыдан келатқан үрдісі, салты. Үлкен кісілерге түкіртіп, я адыраспанмен аластау деген қашаннан қазақта бар нәрсе. Бірақ бүгінде өзіндік тәсілдермен емдейтін экстрасенс емшілер көбейіп кетті. Әдетте емшілер солай айтады. Бойында дуа бар десе, олардың көбінесе сол дуаны алу үшін қолданатыны жұмыртқа. Кәдімгі банканы аламыз. Оған жұмыртқалар салынады. Бір нәрселер оқылады. Жұмыртқаның ішінен осындай түсініксіз бір заттар шығады. Міне, сіздің бойыңызда дуа бар. Ол дуаны осылай шығардық дейді сондай. Ал шын мәнінде бұл бүкіл әлемге тарап кеткен қулық екен балгерлердің. Арнайы қара бояу дайындалады, ол шприцтің көмегімен жұмыртқаның ішіне құйылады. Одан сайын қорқынышты болу үшін ол жұмыртқаның ішіне жыбырлаған құрттар салынады. Артынан парафинмен бітейміз жұмыртқаны, ешкім ештеңені байқамайды. Ол қыз кәдімгідей жеткізді да? Мен рас айтам, мені итерді. Я эти полтергейсты сам пережил. А негізі біздің ауылдағы үйде барып алатын домовой деген. Как мынандай бұғының мүйізі сияқты нелері бар, мүйіздері? Балгерлер алдауы мүмкін, болмағанды болды деп сендіріп. Алайда өткеннің елестері ме? Әлде біздегі қорқынышты ойлардан туындай ма? Әйтеуір үрейімізді ұшыратын дүниелер бар. Я верю в потусторонний мир и что этих измерений может быть энное количество. Әсіресе осы енді тұрмыс құрған кезімізде әділ көбінесе жаңағы гастрольдік сапарларға көп кететін, сол кезде жалғыз өзім үйде қалғанда біртүрлі бір терезенің алдынан біреу жүгіріп өткен сияқты болып, өзім іштей біртүрлі болып, қорқыныш болып, үрей болатын. Мейлінше көбірек жалғыз қалмауға тырысам, және де жалғыз қалған жағдайдың өзінде барлық үйдегі жарықтардың барлығын қосып қойып сөйтіп жатамын. Бір досымның үйіне барғам, ұйықтап жатқам, бір кезде түнде бір кезде оянып қалдым да, көзімді ашып жоғары қарасам, бір адам тұрған сияқты, шілердің өзі адам тұр, қарап тұрмын, шошып кеттім, көзім жаптым да, бұрылдым, сен ойланып қарай салсам жоқ екен. Досым айттым, осындайды көрдім десем, ол айтады, ол комнатада ұйықтаған бәрі көреді. Бұл үйдің астында бұрын не болған, адамдар көмілген, сондай болған. Сондықтан өзі, ол досым өзі үйде свет жағып ұйықтайды. Біз түн ішінде жолдан келе жаттық. Ойбай, не өтті, тоқтай қалды түн ішінде. Не болып қалды? Батып, көрдің бе дейгі, көрдім, не көрдің? Өтіп кетті ғой, өтіп кетті. Бір әйел кейпінде шашынан немен жасап алған дейді, түн ішінде айдалада бір мәшиненің алдынан жүгіріп шығып, тұрып, айналып жоқ болып кеткен нәрсе. Білмеймін енді өзіме сондай қорққан қос көрінеді дейді ғой. Бір боран тұрып есік болғанда соны бір кәдімгі ритммен есікті қағып жатқан сияқты ашып шығамын, ешкім жоқ. Мистика деген көп нәрсе өздері адамдар ат қойып алады ғой. Әртүрлі ат қойып алады енді. Қазақта да оның аты көп. Ол негізі Аллах Тағала жаратқан кезде бізді жалғыз жаратқан жоқ, адам ғана емес. Аллах Тағалаға үнемі қызмет етіп тұратын нәпсі жоқ, періштелер деген болады, және біз сияқты нәпсісі бар жындар деген болады. Алма деймін саған. Алма. Ал, көреміз кім тыңдайтын. Алма. Алсаң, қатынсың. Қатында адам, ал.
Ақшасы жоқ еркек болғанша, ақшасы көп қатын болған жақсы. Ал. Бізде шайтан деп айтады, негізі. Енді солмен адамдар параллельді өмір сүреді да. Сол кезде кейде жындардың біздің өмірімізге араласып, қатысып кететін кездер болады. Сен не, әлсізсің ба не? Осының бәрін дұрыс емес екенін біліп тұрсың. Сен неге оған жеңілуің керек? Кәне тіліңді калимаға келтір. Тыңдама оны. Сен әлсізсің ба не? Сен әлсізсің ба? Кәне тіліңді калимаға келтір. Сен ондай адам емессің. Ер ақшасы. Бисмилlah. Бисмиллахиррахманиррахим. Кейде түсініксіз құбылыстар болып жатады күнделікті өмірде. Бір мектепте болған сондай жағдай. Бір қызды итеріп жіберді дегенді, ол қыз кәдімгідей жеткізді да. Мен рас айтам, мені итерді деп. Жоқ, ондай нәрселер жоқ, білмейді екен ондай нәрселер. У меня были такие в одно время в квартире, были какие-то движения странные. Ондайға кезікпейді екен, кезіккім келмейді де, ондайды көргім, білгім келмейді де. Люди, приходя ко мне в гости, чувствуют себя отлично, там буквально теряли сознание ни с того ни с сего. То есть это было, повторялось 4-5 раз, и они потом говорили, что у меня что-то есть здесь в доме. Домовой дейміз. Әр үйдің өз иесі болады дегенге қалтықсыз сенетіндер бар арамызда. Домовой қазіргі үйде жоқ. Негізі біздің ауылдағы үйде бар болатын домовой деген. У меня периодически аудиосистема срабатывает на громкость доверху совершенно, не знаю, там ночью включалась сама. Телевизор у меня, вы знаете, вот как показывает в ужасах, серый экран и так далее, что там духи в этом измерении находятся. Вот так все было. В общем-то, я эти полтергейсты сам пережил. Барлығымыздың көзімізге көріне бермейді әрине бұндай фантомдық елестер. Алайда Голливудтың атышулы фильмдерінен барлығын көріп жүрміз. Қорқынышты, я. Алайда өзгені қорқыту арқылы бюджетін толтырып отырған жандардың бар екенін ұмытпайық. Мәселен, Стивен Спилбергтің есімін атап өтпеске болмас. Өйткені оның әрбір картинасы тірі адамның миына сыймайтын мистикаға толы. Енді ел аузында жүрген әңгіме көп қой. Әңгіме көп ел аузында жүрген. Біріне логикалық жауап табу оңайды, біріне нүкте емес. Сұрақ белгісін қойып кете береміз. Өйткені ғылыми тілімен кейбір құбылыстарды түсіндіру мүмкін емес. Немене болып көрдім, мен көзіме бір елес көрінді ме, жоқ әлде ол бір қорқыныштың несі болды ма, білмеймін. Сондай сұрақ болды. Атмосфера қабатындағы аңызға айналған үш бұрыш бар. Әуедегі ұшақтардың ізім ғайым жоғалып кететіндігі туралы бала кезден естіп келеміз. Бұл ойдан тауып алғаны ма әлдегімдердің, әлде расында табиғаттың тылсым күшіме құпияға толы. Өзге планетадан ұшып келетін тәрелкелер туралы да естідік, естіп келеміз, әлі де естейтін сияқтымыз. Себебі сырын толықтай ашып бере алмай жатыр ғалымдар. Түсініксіз дүние көп. Мәселен, Майя тайпасы жазып кетіпті, 12-ші жылы жер бетіндегінің бәрі жойылады деп. Дүрліккені әлемнің әрине есімізде. Кейбіреулер қатты сенді, кейбіреулер қолын бір сілтеді. Әйткенмен, біраз адамның қалтасы қампайып қалғанын ұмытпайық. Арнайы фильм түсірілді, ол әлемнің түкпір-түкпірінде кинотеатрлардан көрсетіліп, жақсы қаражат жинап алды. Ақырында ақыр заман болмай қалды. Конец света пока откладывается. Сұрақ туындайды. Мүмкін осындай қауесетті әдейі тарататын шығар, қолында билігі бар азаматтар. Мүмкін халықты дүрліктіріп, сол қарбаластан өзіндік пайдасын шығарып алғысы келетін шығар. Бірақ өз көзіммен көрдім деген азаматтардың да сөзіне сенбеске болмас. Мен кішкентай кезімде есімде жылап отырып бөлмеде. Мамам ана жақта арғы бөлмеде жүр. Сөйтсем, мен жылап отырғанымды жүгіріп шығып тышқан қарайды да, қайтып кіріп кетеді ары қарай. Жылап отырып, бұрықты басқа тышқан шығар. Как мынандай бұғының мүйізі сияқты нелері бар, мүйіздер. Тышқанда сондай мүйіз бола ма? Жоқ қой ондай мүйіз, а мен сондай мүйізіме бар тышқан көрдім сол. Рым-тыйым, онымен байланысты тылсым құбылыстар, тіл-көз, дуа, түсініксіз дүние көп ел аузында жүрген. Анығы сол, ақ сөйлейік, көңіліміз ақ болсын, аққа Құдай жақ деген. Надеюсь, что Всевышний всех убережет от таких ситуаций в жизни.